Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздерде 4-ші сабақ В әрпі және де В әрпіне қатысты сөздерді жазып үйренетін боламыз. Олай болса, бастап кетейік сабағымызды. Біздерде В әрпі көріп тұрғандарыңыздай 4 элементтен тұрады. Бірінші элемент, екінші, үшінші және де төртінші элемент. Ал екінші В әрпі, кіші В әрпі бізде 3 элементтен басталады екен. Біріншісі, екіншісі және үшіншісі. Олай болса, жазып бастайық. 2 клетка санаймыз да, 3-ші клеткадан бастаймыз. Біреу жазайық. Енді келесі кіші В әрпі. Енді осы В әрпіне қатысты вагон деген сөзді жазып көрейік. Павлодар деген сөз бізде. Сіздерде бұл сөздерді жазған кезде мән беріп қарап отырыңыздар. Әрбір сөздің, әрбір әріптің бір-бірімен байланысуындағы әрбір элементтеріне мән беріп бақылап қарап отырыңыздар. Сол кезде әріптеріңіз бір-біріне жабысып қалмайды, немесе клеткаға жазған кезде қисық немесе әдемі емес сияқты көрінбей қалу үшін осы әріптердің бір-бірімен байланысына мән беру керек. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Ұлданай Қаламбаева.